Менің ата-анам мұсылман бола тұра, мен медресеге барып жүрдім. Вот неге ол ондай, неге сен ондай емессің? Бір-бірімізді қабылдай алмай, мен үйден қашып, жылап, сенбеуіш ортаға, жаман ортаға кірген кезінде ішімдік іше бастадым, шылым шеге бастадым. И мен түсіме аян келеді. Өйткені менде Құдайға ізденіс болды. Менің іздеген Құдайым, менің іздегенім осы болды деп. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Камшат, менің жасым 20-да. Мен сенбеуіш отбасында дүниеге келдім. Иса туралы ең алғаш 14 жасымда естідім. Бірақ оған дейін мен көп ізденісте болдым. Мен Исаға келердің алдында медресеге барып жүрдім. Өйткені менде Құдайға ізденіс болды. Бірақ менің ата-анам мұсылман бола тұра, мен медресеге баруыма рұқсат бермеді. Рұқсат берген жоқ. И мен Құдайға келердің алдында өте жабық адам болдым. Мен мектепте де ешқандай жобаларға қатысқан жоқпын. Өзіммен өзім солай жүретінмін. И мен әжем сондай өте қиын адам болды да. Андай қатты маған көп ұрсып, мен қабылдамай, мен оған ұнамайтын. Неге екенін білмеймін, мен оған ұнамайтын. Именно маған тиісетін. Өйткені менің 2 жас кіші сіңілім бар. Екеуміз де всегда салыстыратын. Вот неге ол ондай, неге сен ондай емессің? Содан мен әжеме көп қарсы келетінмін. Мен әжеме көп ұрсатынмын, бір-бірімізді қабылдай алмай, мен үйден қашып, жылап, не істерін білмей, кімге оны ашылатынын білмей. Сондай болды. Бірақ әрқашан мен анам мен қолдайтын. Мен көрші подругам болды. Екеуміз бір мектепте оқитынбыз. И ән айтқанды жақсы көретінбіз. Бірге ән айтып, біз ол кезде оның мадақтау ән екенін білген жоқпыз да. Сол әндерді айтып жүретінбіз. Мен мадақтау өлеңдерін айтып жүрдім. Бірақ олар ағылшынша болды. Мен олардың мағынасын білген жоқпын. Сол подруга екеуміз күнде сол мадақтау өлеңдерін айтатынбыз. Одан кейін ол сол кезде енді Инстаграм дамый бастады да, ол историяға салып бастады. Қауымға барып жүргенін, олар қалай жастармен кездеседі, олар не істеп жүр, соның бәрін сала бастады. И маған қызық болды. Қайда барады, не істейді. И мен өзім оған айта бастадым, мен де барайыншы деп. Өйткені менің жүрегімде сондай қалау болды да, солармен өзім барғым келді. Өзімде талпыныс болды. И солай жиналған кезінде біз Патенский паркта жиналдық қыздармен. Олар маған Құдай туралы айтты, олар кім екенін, Исаның қалай дүниеге келгенін, Исаның қандай кереметтер жасаған, адамдар сауықтырғанын, құтқарушы екенін маған айтқан кезінде, мен сол кезде түсіндім, менің іздеген Құдайым, менің іздегенім осы болды деп. Өйткені менде ішімде көп қобалжулар болды, қабылдай алмаушылық деген өте көп болды. Сол кезде мен қауымға барып бастадым. Бірақ осознанно болған жоқ. Маған қызық болатын, олармен кездесу, мен ашыла бастадым, мен мадақтау тобына кірдім. Бізде лагерь деген көп болатын. Сол кезде сондай жігер алатынмын мен. Былай айтсам болады, мен кәдімгідей қауымға бара бастағаннан кейін өмірім 180 градусқа өзгерді. И мен мамам басында бар жүрген кезінде жіберетін, но іштей қарсы болатын. Маған айтатын, бармай қойсаң қайтеді, сен мұсылмансың ғой деп маған айтатын. Сосын, бірақ ақыр соңында бәрі де мен таңдауымды қолдады. Исаның қалай маған өмірінде болған өзгерістерді байқай бастады. Құдайдың кереметтерін, мен қалай өзгердім, мен қандай адаммын. Сондай ашық, кәдімгідей от болып жанып тұрдым сол уақыттарда. И мен білем, мен Құдайды емес, Құдай мені таңдап алды. Жухан 15-16-да солай жазылған. Мен енді жалында от болып жүрген кезінде пандемия басталды. Сол кезде мен Құдайдан қатты алыстап кеттім. Өйткені қауым жабылды, біз басқа жаққа көштік. Жаман компания. Сол кезде маған өте қатты әсер етті, маған сол сынақ болды. Басқа адамдармен мен өзгеріп, мен сенбеуіш ортаға, жаман ортаға кірген кезінде
ішімдік іше бастадым, шылым шеге бастадым. Сол 17-18 жасымда болды. Сол кезде мен қатты сыналдым. Мен сенімім сыналды. Маған жазып тұрады қыздар. Қалың қалай, жалпы өмірің қалай болып жатыр, сенімен қарым-қатынасың қалай деп сұраған кезінде, ақырындап олар қауым ашыла бастаған кезінде де мен сөйтіп шақырып, қауымға сөйткен кезінде менде өзімде қарсылық бола бастады. Сол кезде мен шайтанның шабуылын сезіндім. Өйткені мен өзім қарсы болдым, мен барғым келмеді. Баруға қайтсам жұмыста да именно демалыс күні жексенбі күні мені жұмыстан жібермейтін. Сол бір кедергі болды. Менің ортам кедергі болды. Сенбі, жексенбі күндері шақырып, бірге қыдырып, солай ішіп деген сияқты. Мен қауымға бара алмайтын, маған қауымға баруға ұят болды да. Өзім солай сезіндім. Мен қауымға баруға лайықты емес сезіндім өзімді. Бір кезде жаңа жылдық сондай корпоратив деген сияқты болды. Сол кезде қатты ішіп аламын да. Үйге бірінші рет өте жаман состояниемен келем. Өмірден түңіліп кетіп. Мен қалай айтқандай, мен мамам өте жақсы адам. Мен әрбір ісімді қолдайтын всегда. Мен бір уақытта мамама қарсы келе бастадым. Қарсы келіп, жақтыртпай, қарама-қайшылық сондай болып жүрді да. Мен түсіме аян келеді. Түсімде мен мамам мүлдем басқа адам. Маған ұрсып, мамам танымадым да, менің анам емес болып. Сол кезде Иса маған келіп айтты. Осылай болған қалайсың ба? Мына осындай анаң болса, сен қалай өмір сүретін едің? Өмірің қандай болатын еді деп маған айтады. Сол уақыттан бері мен тұрамын да, бірден Құдайға шүкір, мен осындай анама кешір деп, сол кезде өкініп, теріс жолдан қайтып, анамды сол уақыттан бастап әлі күнге дейін сыйлап келем. Ешқандай қарсы шықпаймын. Анамның құндылығын түсіндім. Оның қандай адам екенін, Құдай маған қандай ана берген, сол кезде түсіндім. Мен өмірімде Құдайдың кереметтері көп болды. Мен не істерін білмей қалған кезінде тағы да маған Иса келеді. Сенің өмірің не болды? Қызым, саған не болды деген сияқты маған айтады. Маған сұрақтар қояды. Енді не істейсің? Маған келсең, мен сені әрдайым қабылдаймын, мен сені кешірем. Сен не істемесең де, мен сені қабылдаймын деп маған түсіне келеді. Сол кезде мен тұрам, бір уақытта менің ортаммен араласпай кетем, мен ішуді қойып кетем. Маған қызық емес. Бір уақытта маған барлық қызық емес болады. Іштей қауымға барғым келеді. Сол кезде нәрсете бастаймын. Өзім қыздарға жазып, жиналып. Сол кезде бір жыл бұрын қайтып қауымға келіп бастаймын. Мен жаңа жұмысқа кіретін кезінде менде сондай шарт болды. Мен жексенбі күні маған демалыс керек деп. Мен кірген кезде сразу айтам. Бір Құдайдың кереметі, мен жұмысқа келген кезінде сенуші қыз менің бастығым болып шығады. Мен жай ол жаққа тамақ ішуге барам негізінде. Көріп қалам оны. Бірге сөйлесіп, бір-біріміз танып, келесі күні мен сол кезде жұмысқа кіріп кетем. Мен кірген кезінде бірден айттым. Маған жексенбі күні демалыс керек. Мен қауымға барам, сіз білесіз. Маған айтады, все хорошо, мен сені жіберем, мен сені қолдаймын. Ол мені жігерлендіріп жүрді, мен оны жігерлендірем. Қауымға баруға, бір-бірімізде сұрап тұрамыз, қал жағдайымыз қалай. Сөйтіп, мен қайтып қауымға барып бастаймын. Қазір қызметтемін, Инстаграм жүргізем. Сол жақта көрсеңіздер болады, Құдайдың аяттарын тіркеліп қойыңыздар. Және маған күшті әсер еткен бір аят бар. Өзім жақсы көрем. Елшілер жазған хат 16:31-де жазылған.
емзи самасық келсең, сонда өзің де ешік те құтқарыласыңдар. Өйткені мен сенбеуші отбасында дүниеге келгендіктен менде көп сұрақтар болды. Мен құтқарылдым, менің ата-анамшы, олар сенбеуші ғой, мен не істеймін, оларға қалай айтсам болады. Өйткені олар мені қатты тыңдамайтын. Бірақ ең бастысы бір қуанғаным, мен ата-анам қауымға келді. Мені қайда барып жүргенімді көрді, өзінің батасын берді, қолдауын берді. Сондықтан еш берілмеңіздер. Мен өзімнің куәлігіммен айтқым келгені, сенбеуші отбасынан болсаң да, Құдай сені таңдап алса, сен сол жақта боласың. Қаншама кедергі болса да, не болса да, Құдайдан алыстамай, ең бастысы мінәжат етіп, өйткені Құдайға келгеннен бастап бүкіл қиыншылықтар басталады. Сен көп сыналасың, шайтанның шабуылы болады, өйткені ол қаламайды сен Құдайға сенгеніңді, дұрыс жолға түскеніңді, жұмаққа барғаныңды қаламайды. Содан бастап сынала бастайсың. Бірақ оның ешқайсысына қарамай, ең бастысы шын жүрекпен Құдайға сену керек. Сол кезде шын жүрекпен сенсең, сен барлық қиындықтан өтесің. Өйткені сен жалғыз емессің. Саған көмектесетін, қасыңда болатын әрдайым Иса бар. Айтқым келгені осы.